Армысыз YouTube теңге кенті. Міне теңгенің шыға берісі. Бүгін 12 июль. Ол жақты түсіретін уақыт болмайды. Мынау теңізге баратын жол. Осылай Түркменстанға қарай да кетеді. Түркменбашыға қарай. Не айтамыз еді? Жаңа теңге кентіне шығып кеттік. Мына Жаңаөзеннің қасындағы теңге деген кент. Біліп атсаңыздар комментарийға жаза кетіңіздер. Теңге қай жылдары құрылды? Жаңаөзеннің қасындағы теңге деген ауыл ғой, енді қалаға қосылып кетті қазір. Солай. Әрқашанда жолыңыз болсын, жол жүрген кезде. Так, әрі қарай қазір жалғастырып түсіре берем бұйырса. Арада қазір мен айта қояйын табличкеде. Бегдаш 204, Түркменбашы 394 дейді. Бегдаш бірінші ауыл болып тұр ғой. Түркменбашы жаңағы 364, 601 деңе деді ма? Естіп атсаңыздар, оны да комментарийға жаза кетіңіздер. Негізі мына неден Жаңаөзен қаласынан теңіз 64 километр болу керек, 60 километр деген. Видеоны қарап отырсаңыздар, алтын саусақтарыңызбен подписаться басып, қоңыраушан басып қойыңдар, сосын мынандай лайк басыңдар. Сол лайк басқандарыңды көру арқылы мен қанша адам қараған біліп отырамын да. Бүгін қызық болып жатыр. Жаңаөзен, Ақтау Жаңаөзен, мынандай жолдарда машиналардың сулары қызып кетіп жатыр, суларды лақтырып тастап жатыр. Өйткені мына жақтарда 36 градус деп көрсетіп тұр енді сынап бағанасы жаңалықтарда. Бірақ негізі 40-тың үстінде болу керек. Ыстық. Ақтау мен Жаңаөзеннің ортасындағы трассада да дәл сондай. Көліктердің сулары қызып кеткен, лақтырып тастаған. Машиналардың сулары қызып кетіп жатыр. Ал ас болсын, менің қолымда мынандай хот-дог болғанда ішінде мынандай ақ наннан жасаған, білмеймін. Ақ нан қандай нан екенін білмеймін. Бұрын бегуди деген жейтін едік, сондай сияқты. Арада шопыр балада біреуін соғып алды. Уже тауысып қойды, көрсетші мына қолға. Міне тауысып қойды шопыр балада. Қарны ашқан ғой, жол жүріп келді. Енді мен мынаны жеп жатырмын қазір. Жартысы бар әлі. Бұлай тура құрыққа кетеді, солға қарай Түркменбашыға кетеді. Құрыққа. Бұлай қарай Жетібайға кетеді. Бұлай қарай теңізге кетеді. Опа, міне теңіздің жолына түстік. Түркменбашының. Мына жерде бұрында посты гаи болған ау деймін негізі. Менің ойымша, білмеймін, білсеңіздер жазыңыздар. Нарада не дәрет қана анау. Камера бар екен мынандай мына жерде. Қандай көлік кіріп батыр, шығып батыр, қалаға соны қарап отырады да. Міне, жолдың үстінде түйелер жеді осылай ше. Түйенің қожайындары арасында қырап қойсаңыздар да малдарға. Мына жолды қара, міне біз секіріп келе жатырмық. Негізі ауыр көліктер жүріп неғып кеткен ау деймін. Ойнап кеткен ау деймін. Бірақ не, ойнап кеткенде енді күнде ыстық қой. Бұл жолға да бірталай болғанда негізін шамалы көлік ойнап келе жатыр бұлай. Кесік шұрық жоқ, бірақ бұлай не болып жатыр да, гармошка. Білінеді жеңіл машинаға. Жұмсақ машиналар, ал КамАЗдар болса ол кезде бетеді ғой, мына жолы секіреді. Жолдың да жағдайын айтып отырайық. Ондай қатты шоқалақта емес, бірақ бар енді мынандай. Міне волна қылып тастаған ауыр машиналар жүріп. Кесік шұрық жоқ. Бірақ бұл жерде шамалы секірет та бұлай жүрген кезде. Бейт кәтіп. Бар шамалы. Ана бір жылы осындай новый асфальттан жүріп едік, ана неден КамАЗбен келатқан кезде КамАЗға қатты білінеді екен да осындай шоқалақтар. Жеңіл машинаға дұрыс біліне бермейді, тек жұмсақ бейт кете бересің. КамАЗға секіреді ғой бейт кәтіп. Солай. Мынау горилланы көрсетіп жіберейін қазір. Ашып атсың ба? Горилла деген бар ғой. Ана не қылады екен? Адамның ұйқысын ашады дейді, бірақ ұйқысын ашқанда бұл қанды откачка жасайды, жүректің қызметін жақсарта ма? Тип адреналин сияқты ма сондай, бірақ бұны ішуге де болмайды дейді. Неге десең, бұны бір ішкен адам іше береді дейді осы горилланы. Бірақ білмеймін, мен қызық қылаппын осы. Бір тап бір көрген шығарым. Ондай мен іше алмадым. Сол горилла өйткен андай не дейді да, адам жүрегін қатты соқтырады дей ма, сондай дейді. Жолдар ойнап кеткен екен, мына
көліктегі менен де басқа пассажирлер айтып жатыр. Осыны кімдер қарайды? Сонда Қазавтожол қарай ма осы жолдарды негізі? Үлкен фуралар жүрген дейді, содан кейін мынандай шоқалақ болып қалғанда үлкен фуралар жүргеннен кейін. Үлкен фураларды. Мына фары жанбай келатыр екен мына машинаның. Мына жақта айтып жатыр, сүртіп тастап новыйдан асфальт қою керек қой деп комментарий айтып жатыр. Енді о бюджеттің ақшасына қарайды да қалай болатыны. Бюджетте ақша болса жасайды. Міне көліктер сулары қызып кетіп тұрып жатыр ау деймін міне. Сулар атып кетеді, қызып кетеді, патрубка тесіп шығады. Мына жақта шопыр айтып жатыр, жаңа күн қызып кеткеннен деп су қайнап жатыр. Енді таксисттер түнде жүретін шығар десем, түнде жолда жылқылар көп дейді. Жылқы көп, түйе көп, кешеде келатыр. Мынандай ограждениенің ар жағына түйе өте келатыр ғой жолға. Мынандай 2-4 полосалы жол ғой, соның ортасына түйе жүріп келатыр. Ой, түйе келатыр деймін, таксистке айтам. Ой, құрсын, шаппайды бері қарай дейді. Мен айтам, тапырақтап шапса астына кіреміз. Соң арасында ойлап қоямын да, осы неге мен тіл маманы болмадым, тіл маманы болғанда арасында емес, тамады болу айтыскер ақын болатын едім деп ше. Тамады құрсын, ол тамадыға қызықпаймын ол. Той жағалайтын әйтеу. Той жағалап кім не береді деп жүресің, оның керек жоқ. Жаңағыдай журналист, тілші жаңағыдай. Бірақ негізі бала кезімде армандайтын, телевизорда микрофонды алып, телевизордан жаңалықтар жүргізіп тұрсам деп бар ғой. Сөйтіп армандайтын, сол телевизорге шыққамда деп армандайтын мен. Өйтіп енді қазір бұндай қолыңа телефонды алдында айта бер комментарий. Кімнің ақысы бар, мысалы. YouTube канал ашып алды. Жолдар кочка болып өткен екен вообще бар ғой. Жаңа диск соқты тыңқ етіп. Мен білмеймін енді. Денсаулық болсын енді. Жайлап барамыз да енді. Дүния кең ғой бірақ. Жолдан екен. Жаңа не айтып жатырдық? Жаңа тележүргізуші боламын деп армандадық дедік қой я. Сол әңгімені жалғастырып тастайын. Сөйтіп армандайтын едім деймін. Енді қазір міне YouTube канал ашып алда жүргізе бер. Сенде ешкімнің ақысы жоқ қой. Не айтқың келеді? Айт. Бүйтіп жан жағыңды көрсет, комментарий айт. Ананы көрсет, ананы көрсет. Малибуда Міне тағы бір машина тұр екен, қызып кетіп, су ағып кеткен. Жаңа не айтып жатқандарын ұмытып қалдым. Мына біреу тарс еткізіп музыка қосып жіберді ең аяғында. Жаңа канал ашып алда айтатынды айта бер деймін ғой. Бір жиен бар да соны айтады, жаңа нағашылар айтады. Мына бала көп сөйлейді дейді. Мен айтам, оған өзі айтам, сөйлесең сөйлей бер атасынан нағылет. Ауыз өзіңдікі YouTube канал аш деймін, руыңды айт. Пәленшең немересімін деп айт. Анау деп айт, мынау деп айт. Тоқетерін айтқанда YouTube канал ашып алда тарихты жақсы біледі екен да, әдебиет тарих. Соның бәрін айта бер деймін ағызып. Біреу болмаса біреу тыңдайды сені. Қарайды. Біреу болмаса біреу саған фанат болады деген сияқты. Солай енді. Мына уақытта 8:41 минут, 40 минут болыпты. 8 минут 40 секундтан кетіп баратыр екен. Ал жақсы сау саламатта подписаться басып қойыңыздар. Келесі видеоға қазір теңіз салам бұйырса. Подписаться басып, қоңыраушан басып, мынандай лайк басып қойыңдар бүйтіп.